Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жол орын ауыстыру тұрақты жылдамдықта. Бірінші көріп отыратынымыздай, бірінші сұраққа келетін болсақ, жер бетінен 1 метр биіктікте доп тігінен 2 метр жоғары лақтырылды және жерге құлады. Доптың жүрген жолын және орын ауыстыруын табу керек. Біріншіден есеп берілген түсіндіріп аламыз. Жоп жерден бізде 1 метр биіктікте тұр. 1 метр биіктікте. Бұл добымыз 2 метрге көтерілетін болады жоғары қарай. 2 метр. 2 метр. Және де доп жерге түседі. Осы жерден доп жерге түседі. Бірінші сұрақ топтың жүрген жолы. Жүрген жолы ол бізде x деп алсақ, ол бізде 2 метр қосылған 3 метр. Сонда доптың жүрген жолы бізде қанша болады? 5 метр болады. Орын ауыстыру дегеніміз, бұл дегеніміз доптың бастапқы және соңғы нүктелерін қарайтын болсақ. Бастапқы нүктесі 1, екінші нүктесі 0. Сонда біз орын ауыстырды. Орын ауыстыру ол бізде неге болады? Бастапқы және соңғысын азайтамыз. Ол дегеніміз 0 минус 1 метр. Орын ауыстырымыз бізде минус 1 метр болып табылады. Келесі сұрағымыз, үшінші слайдқа өтеміз. Суретте материалдық нүктенің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Оның бастапқы орны А, соңғы нүктесі С. X және Y осіндегі нүктенің қозғалу проекцияларын, қозғалыс модулін және нүкте арқылы өтетін жолды табу керек. Біріншіден қарайтын болса, Y және X болатын болса, А нүктесінен Б нүктесіне барады. А және Б нүктелер арасы бізде қанша метр? 2 метр. Б және С нүктелер бізде 2 метр болып шығарылады. X және Y болғаннан кейін қозғалу проекциясы бізде перпендикулярны. Оның модулі жүретін жолын табатын болсақ, жүрген жолы бізде ол 4 метр. Ал орын ауыстыруы қарайтын болсақ, бізде бастапқы нүкте мен соңғы нүктесі қосқан кезде Пифагор болып танылады. Мына жер 2 болса, мына жер 2 болса, дельта x-міз бізде неге тең болады? 2 түбір астында 2-ның квадраты плюс 2-ның квадраты. Дельта x-міз тең болады 2 түбір асты 2-ге. Түсінгендеріңізге рахмет.